Бүгін Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы орталық коммуникациялар қызметінде діни сауаттылық деңгейін арттыру тақырыбында брифинг өтті. Жиында Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт вице-министрі Марат Әзілханов, Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігі дін істер комитетінің төрағасы Ғалымжан Шойкин және Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігі дін мәселелері жөніндегі ғылыми зерттеу және талдау орталығы Республикалық мемлекеттік мекемесінің директоры Айнұр Әбділәшқызы сөз алып, 2014 жылғы елдегі діни мәселелер мен діни саясат тұрғысынан ой қозғады. Өз кезегінде Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт вице-министрі дін саласындағы мемлекеттік саясаттың бағыттары туралы айтты. Бүгінгі таңда Қазақстанда дін саласындағы мемлекеттік саясат 3 бағытта жүріп жатыр. Бірінші бағыт еліміздегі дінаралық келісімді ары қарай нығайту, екінші бағыт бүкіл діни бірлестіктерге қатысты жұмыстардың бәрін дін саласындағы заңнама аясында жүргізуге күш салу. Үшіншіден, дін саласында қоғам мен мемлекеттің мүддесіне қайшы келетін әрекеттерге қарсы тұру. Ал ел ішіндегі жүргізіліп жатқан ақпараттық насихат жұмыстары турасында дәйекті деректерін ортаға салған дін істер комитетінің төрағасы Ғалымжан Шойкин республика бойынша 700-ден астам ақпараттық насихат тобы жұмыс жасап отырғанын тілге тиек етті. Құрамы 4000-нан астам теолог ғалымдар, дінтанушылар, сарапшылар, мемлекеттік қызметкерлер, заңгерлер мен психологтардан тұратын бұл топ өз қызметін жүйелі атқаруда. Бұқаралық ақпарат құралдарымен бірлесе атқарған жұмыстардың да еліміздің сауаттандыруында ықпалы зор. Осы ретте арнайы ашылған ислам сайтының қызметін, онымен қоса Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарасты ондаған сайттың еңбегін, еліміз бойынша жемісті қызмет атқарып отырған 28 сауықтыру орталығының және оларға қатысты сайттардың қызметін ерекше атар едім. Өз әңгімесін жастар аудиториясымен жүргізілетін жұмыстардың мазмұндық қырларын түсіндіру тұрғысынан бастаған дін мәселелері жөніндегі ғылыми зерттеу және талдау орталығы Республикалық мемлекеттік мекемесінің директоры Айнұр Әбділәшқызы ел ішінде көп талқыға түскен дінтану негіздері пәнінің зайырлылық және дінтану негіздері деп өзгергенін ақпарлады. Бұл пәннің арнайы жаңа бағдарламасы әзірленіп, ол білім және ғылым министрінің арнайы бұйрығымен бекітілді. Осы бұйрықтың негізінде жаңа оқулық әдістемелік кешен жасалды. Бұл кешеннің құрамына оқулық, мұғалімге арналған қосымша оқу құралы, сонымен қатар хрестоматия кіреді. Яғни алдағы уақытта осы бір пәннің аясында бұрынғыдан әлдеқайда кең көлемде әрі сенімді мәліметтер алуға мүмкіндіктер жасалды. Қазір бұл оқулық дін істер комитетінде дінтану сараптамасы жүргізілді. Бастапқы сараптамадан кейін авторлар тобына қайта жетілдіру жұмыстары жүргізілуде. Аталмыш оқулық әдістемелік кешен келесі 2015-16 оқу жылдарында сынақталуға, яғни апробацияға жіберіледі деп күтілуде. Одан кейінгі уақытта бұл оқулық қолданысқа енетін болады. Сонымен қатар осы пәнді жүргізетін мұғалімдердің білімін жетілдіру мәселелері біз назарымыздан тыс қалып отырған жоқ. Осылайша елдегі дін саясатына тікелей жауапты тұлғалардың тұшымды баяндамалары ортаға салынған жиын ары қарай журналистердің көкейінде жүрген сұрақтарға жауап алу процесіне жалғасты. Журналистер мамандардың Сирияға кеткен қазақтар, әлемдік деңгейдегі жихад мәселелері, үкіметтік емес ұйымдардың діни саясатты жүзеге асырудағы рөлі туралы ой пікірлерін білісіп тарқасты. Жалпы діни саясат көрігін қыздырып жүрген азаматтар тарапынан айтылған тың мәлімет ретінде биылғы жылдың қорытындысы бойынша елдегі діни ахуалдың тұрақтылығы мен жастар арасындағы толеранттылықтың үлесі 86%-ға өскендігін ерекше айтуға болады. Бұл Қазақстандағы діни сауаттылықтың деңгейін көрсетіп қана қоймай, жүзеге асырылып отырған діни саясатта нәтиже барын да білдіретін дәйек.